Пам-пам, пара-пам-пам, пам-пам-пам. Ассалаумалейкум, қалай жағдай? Мейірбек, тоқташ. Ау. Біздің ауылда грядка жоқ, сол грядка салып бере аласың ба? Азық түлікте қиналып жүр. Біздің ауылда өзі білесің ғой, грядка біреу-ақ екен, сол үлкен грядка салып бере қойшы, по-братски, Ема, житель, айтсаң болды, смело салып берем грядкеңді. Атушы бауырым сау болшы, сен келмесең біздің ауыл аштан қалады еді, базар жоқ бар ғой. Атушы салып бере ғой, үлкен қып, Смело салам ғой, давай онда мен салуға кірісе берейін. Жақсы онда, Мейірбек мені асығып тұр еді, қазір қайтайын мен үйге. Жақсы сау бол, житель. Ема, базар жоқ, житель бар ғой. Барша жанға сәлем, бұл Мейірбек арнасы. Бүгінгі видеомызда көріп отқандарыңда грядки салатын ұқсаймыз. Ал ендеше лайктарыңды басыңдар, арнағымызға тіркеліңдер, тіркелмеген болсаңдар. Ал мен видеомды бастай берейін, грядки саламыз бүгін, айтқанда мен білем қай жаққа салуым керектігін. Жаңбырда жауып кетті ғой. Так, мен өзім үйім қасына салатын сияқтымын. Осы жерге, яғни мынаны қараңдар, осындай бір огородтары бар олардың. Бұл огородтан бөлек тағы үлкен огород салып беремін, яғни грядки деген огород, білесін шығарсыңдар деген ойдамын. Жарайды, ендеше қазір жаңбыр жауып тұр, үйге кіріп демалып алайын мен деген, содан кейін жалғастырармыз жұмысымызды. Демалайын мен. 2000 years later. Демалып алдым, жаңбыр тоқтаған сияқты, тоқтапты, кішкене жеп алайын торттан. Так, әдемі торт бар ғой, дәмді. Так, тағы да жеп алайын. Жаңбыр тоқтаған далада, шынымен де менде мына жақта грядки салатын заттар бар, бұларды алып алайын мен деген. Осы мотыга, лопата бәрі керек болады бізге. Так, лопата қала тұрсын әзірше, менің ойымша керек емес сияқты. Так, кеттік, ендеше грядки салайық осы жерге. Үлкен қып огород бір. Жетелдер, мен грядки салайын деп жатырмын. Так, қай жерден бастасақ екен? Так, осы жерлер болады, походу бар ғой, осы жерлерден. Так, осылай. Осы жерге қоямыз ағаштарды осылай. Тура өздерінікіндей қып салып берем, бірақ ұзындау және үлкендеу әдемі грядки болып шығады деген ойдамын. Так, осылай қойып шыға береміз бұларды, ұзын қыламыз әсіресе. До конца апарамыз. Так, мына жерде тұра тұр. Мына жерде топырақ тұрса, мына жерде су, топырақ, су и топырақ болады. Сонда болмай қалады оны. Жарайды, ендеше мына ағашты алып тастаймын мен деген. Одан кейін мына жерден біз ағаштарды қойып кете берсек, тура жарасады деген ойдамын. Әдемілігі да керек қой енді. Азық түлігі тапшылығы болмайды енді бұларда. В общем, нан егеміз бұл жерге, бидай егеміз дегенде, сол бидайдан, өндіріп ала береді, аш болмайды бұл ауыл деген. Реально, бірақ мен келмесем, мынау бірақ огородтармен не істейді бұлар деймін да. Так, соңына да жеттік, енді осылай қайырып әкете берейік. Так, енді мына жағын алып келейін, қазір асып кетпес үшін. Так, осылай қойып кете береміз, Так, мынаны қараңдар. Осы жағын бітірсек, сонымен огородымыздың почти шеті дайын болады, мынаны қараң. Бітіп қалды уже. Осы ағаштарды қойып шығамыз, 5-6 қалды. Так, бір стаг ағаштың өзі жетті ғой деймін да. Так, осы топырақ жете ме екен енді. Осылай қойып шыға берейік. Походу менің ойымша жетпей қалатын сияқты, сол бір топырақ. Мынаны алып тастайық. Так, тағы да қоя береміз. Мынау өйстіп не қыла берді. Жарайды, аккуратно қорайықшы, асықпай. Так, осылай. Мен телефон что-то қатып жатыр, кішкене, 1 секундқа қатып жатыр. Жарайды, не болса да ары қарай кете берейік. Ошын, міне, почти осылай дизайнмен болып шығады. Арасында су тұрады бұның дегендей. Өзеніне су тасимыз қазір жақсылап, бір шелек жетпейтін да шығар. Даже топырағым жетпей қалды ғой. Жарайды, ендеше мен қазір лопатаны алып шығайын үйден. Со күрекпен, топырақтарды қазып алып, жетпей қалған жерді толтырамыз. Сандығымда міне лопата бар, яғни. Осы лопатаны алып, қазір мен деген топырақтарды алып, осы жерге қойып, жетпей қалған жерге қойып шығам. Мына жерден алып алайын мен деген. Біздерге деген тағы да бір аз топырақ керек сияқты, мысалы 38 немесе одан көп. Көреміз қазір. Ал сендер лайктарыңды басып отырыңдар, міндетті түрде лайктарыңды басыңдар. Осы сериал түсірсем, сендер аз просмотр жиналып жатыр, қызық емес па деймін. Ендеше комментарияға не жазып кетіңдер, не түсіретінімді. Болды, почти осы жетеді деген ойдамын. Енді
мынау жетпей қалған жерлерін толықтырамыз, өзі бір-ақ ряд қалыпты ғой. Так, осылай енді мына жағын толтырып шығамыз дегендей, и үстін бәрін қазып короче бидайымызды егеміз. Я почти болып қалдық. Я давай өте керемет огород шығады деген ойдамын мен деген. Я міне мынаны қараңдар, енді біз су құйып алайық бірінші алдымен. Я челек бітеп суды тасимыз енді қазір. Міне осы жақта өзен бар. Блин, шатасып қала бердім ғой. Так, ендеше біздер мына жердегі өзеннен су тасимыз жақсылап. Ойбай. Ал білмеймін, ол рядқа қанша шелек су кететін, ема базар жоқ. Тасып ұрсылдап қалатын шығар, ары бері жүгіре беріп. Так, мынаны қараңдар, осындай үлкен не шықты, огород да. Осының судың жеткен жерінен құя береміз ау деймін. Так, сол жерден құйсам, әлде мына жерден құйсам бекен. Жарайды, осы жерден құя берейік ендеше. 2000 years later. Короче, айтқан кезде мен деген барлық сулар толтырып шықтым. Енді осылай қазып, енді почти дайын болып қалды біздің огородымыз. Бидайымызды еге берсек болады. Осындай төбесінің бәрін осылай шығуым керек. Мен деген егетінге дайындап, короче, осылай мотыгамен. Жарайды, не болса да тезірек те осыны жасап тастайық, түсіндіңдер деген ойдамын. Мотыгамен үстін осылай қазып шығып жатырмыз, егетінге дайындап. Осын солай. Осы соңғысы қалды, енді осыны бітірсек болды. Почти дайын огородымыз. Ема бидайды еге берсек те болады. Енді қарандар, осындай огород шықты, ұзындау. Енді жетеді деп ойлаймын ауылдағыларға. Тамақ деген тамақтан таршылық көрмейді деген ойдамын. 2000 years later. В общем, достар, осындай бізде огород шықты. Осындай керемет огород жасап тастадық жетелдерге. Енді тамақтан таршылық көрмейсіңдер, жетелдер. Осымен жасап тастадық. Так, осы шөптен ала берсем екен. Жарайды, алмай қойыншы. Так, салам алейкум жетел. Мен огород жасадым, көріп тұрғаныңдай. Андош, сау болшы бауырым. Енді біздің ауылдағылар таршылық көрмейді, тамақтан базар жоқ бар ғой. Жақсы болды салғаны соны. Үлкен рахмет саған, Мейірбек. Енді мен асығып тұр едім, мен қайта берейін, жарай ма, Мейірбек? Жақсы, сау бол жетел. Так, мен енді үйіме қайта берсем болады. Осы ауылдағы тұрып, ауылға көмегім тимесе енді бір түрлі болады ғой. Жарайды, осы заттарымды енді сандыққа сала берем. Короче, барлығын салып тастаймын да. Короче, мен демалам. Тамақ жеп алайын кішкене. Так, сағат қанша? 12. Базар жоқ, енді демала берсем болады. Мен қанша дегенмен шаршадым ғой. Жарайды, ендеше демалайын мен деген. YouTube'қа кіріп қарап көрейінші. Так, каналым өзім. 700 подписчик. Ема базар жоқ. Бәріңе рахмет достар, 700 жазылушыға жетіп отырмыз. Сендерге бәріңе рахмет, тіркелгендеріңе енді 1000 болайық дегенде. Осымен мен видеомды аяқтайын достар. Видео ұнап деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде лайктарыңды басып, арнамызға тіркеліңдер, тіркелмеген болсаңдар. Ал ендеше видео аяқталады. Келесі кездескенше, амандықта жүздескенше, мен деген ұйықтаймын.